Катонкарагайда баягыда Габит Мүсірепов жазатын еңбек ері Бошай Кітапбаевтың Бұлаңқара, Сылаңқара деген жылқыларын көрдік қой. Суретін көрдім мен енді. Суретін көрсем, қазіргі қазақ жылқыларынан сол енді 60-70 жылдар бәйге дейін келіп жүрген аттардың сондай керемет бойшаң ірілігін. Қазір неге қазақтың жылқысында баға жоқ дегенді шынымен де ойланатын нәрсе. Бұл Мұғалжардың бір тайы жабағысы 500 мың, тайға шықса миллионнан ары кетеді дегенге қазір біз ең қымбаты сол ең қымбаты сол және бірақ оған біз жабағы 500 деген неше ұят емес па, бұл қазақтан ұят кеткен деп әңгімені жібереміз да. Ол жылқының жаңағы бағуы қағуы азабы бір басқа, оны бұл жерде біз тұқым деп қарағаннан кейін оны Қошқар, анау Қисары қошқарлары Тәжікстанда, Өзбекстанда қанша 200 мың доллар. Соған дейін кетеді ғой. Сондықтан біз оның қадірін жаңағы брендке айналдыру арқылы көтереміз деп ойлаймын мен. Вот қарашы, қойдың бағасы қандай да, жылқының бағасы бізде неге төмен? Өйткені сосын біз жылқы жаңа неге қымбат деген нәрсе, жылқыға соғым деп қана қарағандығымыздан. Соғым деп қана қарағандығымыздан оны.